Келіннің тілі шығыпты. Индира Мауленованың видеосына қатысты пікір қақ жарылды. Продюсер Гүлзира Айдарбекованың үшінші келіні Индира Мауленова әлеуметтік желіде енесімен бірге түскен бейне жазбасын жариялап, көптің назарын аударды. Бұл туралы Politico.kz сайты хабарлайды. Видеода продюсердің ас үйде ет тұздап жатқан сәті көрсетілген. Ал келіні бұл көрініске әзіл аралас жылы жазба қалдырған. Көңілін тапсаң, әр ене өз анаңдай. Бүгінгі келін, ертеңгі ана. Ұрыспай, өсектемей, ауыз біршілігіміз мол болсын. Әзілің жарасса, енеңмен ойна деп қоясың ғой, деп жазды Индира. Алайда бейне жазба желі қолданушылары арасында түрлі пікір туғызды. Бірі келін мен ененің қарым-қатынасын үлгі етіп, жылы лебіздерін білдірсе, енді бірі келіннің сөз саптауын сынап отыр. Енеңіз керемет жан екен. Осылай ененің тілін тапқан келіннен айналып кетейін. Кім не десе де, бұл өнерлі отбасы ұнайды деп жазса, қарсы пікір білдіргендер, келіннің тілі шығыпты. 3 бала туғаннан кейін көреміз. Енесіне дөрекі сөйлейді, мамасын жұмсауды біледі деген сарындағы пікірлер қалдырды. Құрметті көрермендер, бұл бейне жазбадан ене мен келін арасындағы қарым-қатынастың бір қыры көрінеді. Әзіл мен ашықтыққа құрылған байланыс кей отбасыларда қалыпты құбылыс саналады. Ал кей ортада ол басқаша қабылдануы мүмкін. Индираның жазбасын біреулер жеңіл юмор, жақындықтың белгісі деп түсінсе, енді біреулер дәстүрлі түсінікпен бағалап, артық сөз айтты деп есептейді. Бұл жерде әр адамның тәрбиесі, отбасында көрген үлгісі және ене келін қатынасына деген көзқарасы маңызды рөл атқарады. Сондықтан пікірлердің екіге жарылуы заңды құбылыс деп ойлаймын. Жалпы мұндай видеоларды бір жақты бағалаудан гөрі бейтарап қабылдаған дұрыс шығар. Әлеуметтік желіде көрсетілген сәт отбасы өмірінің толық көрінісі емес, тек бір мезет қана. Ең бастысы ене мен келіннің өзара түсіністігі мен сыйластығы сақталса, сырт көздің пікірі шешуші болмауы тиіс. Қоғамда әртүрлі отбасылық модель бар екенін ескерсек, бұл жағдайда сол алуан түрліліктің бір көрінісі ретінде қабылдануы керек.